Қызметкерге нарықтағы айлықтан не көп төлеуге болмайды, не аз төлеуге болмайды. Неге? Егер сен қызметкерге нарықтағы айлықтан аз төлейтін болсаң, ол қызметкер сенде көп жұмыс істемейді. Өйткені сен оның ақысын жегендей болады. Ол рыноктағы айлықтың мөлшерін біледі. Ол үнемі жалтақтап жүреді. Оған егер жақсырақ ұсыныс келсе, ол жақсырақ ұсынысқа кетіп қалады. Ол қалыпты жағдай. Сол үшін нарықтағы айлықтан аз төлеуге болмайды, бірақ нарықтағы айлықтан көп төлеуге де болмайды. Көп кәсіпкерлер мен қызметкерімнің жұмыс өнімділігін арттырам, мотивациясын үлкейтемін деп оған көбірек төлей бастайды. Мысалы, нарықта 200 мың болса, ол оған 400 мың төлейді. Бірақ қызығы, ол әрекетпен біз қызметкерді бүлдіреміз. Неге? Өйткені оның рыноктағы айлығы, әділ айлығы 200 мың болып тұрса, сіз оған 400 төлесеңіз, ол ертең сізден шығып кеткеннен кейін, ол ондай айлықты сырттан таба алмайды. 200 мыңға істегісі келмейді, 400 мың ешкім төлемейді, жүріп қалады деп айтқан кезде. Сол үшін әр нәрсенің өзінің құны бар. Қызметкеріңізге көбірек айлық төлегіңіз келсе, оның жауапкершілігін үлкейтіңіз. Жауапкершілігі үлкейген сайын, функционалы көбейген сайын, соған сай айлығын көбейтіңіз. Бірақ аз ғана әрекетіне көбірек төлеу, ол оған кері әсерін тигізеді.